Ассалаумағалейкум ағайын, баршаңызға аман тіледік. Кешегі Арқалық қаласындағы келген облыс әкімі Ақсақалов пен Асановтың сотынан кейін бір ой айтқым келеді. Өздеріңіз білесіздер, Арқалық қаласында қазір халықтың бірлігі жоқ екенін білесіздер. Жігітке бөлініп, ұрыс-керістер, әлеуметтік желідегі айқастар болып жатыр. Елдің бірлігін сақтай алмай Асанов мырза Петропавл ма, сояқтан Курамшин деген блогерді алып келіп, қазір елдің арасына салып жүр. Оны өздеріңізді көріп бақылап жүрсіздер. Қаладағы бір азын-аулақ шындық айтып, халықтың мәселесін көтеретін Талғат Жаңанабаев деген жігіт бар еді. Сол кісінің соңына түсіп, бар мақсаттары сол елдің арасына салу. Бірақ кешегі сотта қаңып келген шөлегейдің елге пана болмайтыны көрінді. Асанов тыстай қашты. Себеп біреу-ақ жалдап әкелген налдине өзінен тумай ұл болмайды, асырап болмай, сатып алмай қол болмайды деп ақшаға жалданып келгеннен кейін кешегі халықтың арасында өздерінің бір халықтың қолдамайтынын білгеннен кейін жиналысты бел ортасында қашып кетті. Кеше хит-хит мақтап 30 миллиард теңге ақша игеріп, ойбай қаланы керемет қылып жатыр деген Асановтың халықтың арасында ешқандай беделі жоқ екені байқалды. Себеп Асановтың істеп отқан, жүргізіп отқан саясатына, басқарып отқан Арқалық қаласының жағдайына наразы адамдар тым көп екен. Қаншама адамдардың үйіне төбесінен су ағып жатыр. Қаншама адамдар жылы маусымда дайын емес, қаншама адамдардың үйлеріне су кетіп жатыр. Қаншама адамдар үлкен бір проблемалардың, әлде коммуналдық проблемалардың тым көптігі байқалды. Бұны шешуге Әмірхан Біркенұлының шамасы жете ме, жетпей ме, ол белгісіз. Әрине, үйдің жертөлесіне су кетіп, жылу маусымына дайын емес үйлер бар, бірақ әкімнің үйі қапталып жатқанынан наразылық білдіру ол дұрыс деп ойлаймын. Себеп неге біз әкім тұратын үйді ғана жамап жасқауымыз керек? Әрине, олардың адамдары бюджеттен ақша алып, бюджеттен ремонтталса дұрыс, ол заң бәріне бірдей. Жай мысал ретінде біз тұратын үйдің былтыр айына 30 мың төлеп, бір жылға кредит алып, өзіміз жасымызға жертөлеміз істедік. Қазір үйімізді қаптау үшін бәленбай миллион сом керек болып тұрған халықтың көбі қарсы, өйткені ондай ақша тауып бере алмайды. Бізден бюджеттен ремонттаса біз ойдап отқан жоқпыз. Бірақ оған қолымыз жетпейді, оған қолында билігі барлар ғана барылады. Өйткені қазақтың заңы сол қылда, қайда тартса да өзі біледі. Қазаншының өз еркінде қайдан құлақ шығарса деп, сол заңға келтіре қояды керек жерінде. Ал керек емес біз сияқтыларға заңға қарсы, өйткені сіздер осыйсыздар дейді, осы өздеріңіз істеу керек дейді. Осында мәселе бойынша халықтың арасына іріткі салмау үшін, халықтың арасына бір-бірін айдап салмау үшін Асанов мырзаға жұмыстың барысын өзгерту керек деп ойлаймын. Жаңағы дейтін еді, жаман адамның кегі басы көрге кіргенше деп кектеніп, мына үйге ақша бөлмей, мана үйге бөлемін деген бір ұсыныстар айтып кетті. Ол кісі сол қаншама сол бөлмейтін, ақша бөлмейтін үйлердің халықтар қазір қиналып отыр. Олар наразылыққа шықпағанда қалай наразылыққа шығады? Тағы бір түсінбейтінім, қазір мынау білесіздер, қазір Курамшиннің келу себебі Батыр Секелов пен Талғат Нұрмановты әлеуметтік желіде қыспалау болды деп есептеймін. Бірақ Курамшин ол ойына жете алмайды, себебі Курамшиннің әділдігі жоқ. Ал Талғат пен Батырдың айтып жүргендерінің барлығы шындығы бар соңында. Оны билік неге өз бетімен сотқа бермейтін кімді? Батыр Секеновті. Өйткені Батыр Секеновті шындық сол жағында. Қазір соттың әділ соттары болып жатыр. Сол сотта ұтылатындарын біледі. Кешегі жариялап жатқандары, кешегі бандалар жайлаған Арқалық деген материалның ішінен бір өтірік сөз таппайсыз. Халықтың бәрі білгендіктен кеше үлкен қарсылық танытып жатыр. Облыс әкімі болсын, Асановқа болсын. Себеп шындық деген ол қайда болса шындық.
Сондықтан да өз басым ойлаймын, біздің қаламыздың ең бірінші даму үшін елге бірлік керек. Бірлік жоқ жерде ешқандай не болмайды. Қазір қарап жатсаңыз, мен тағы да бір мысал айтқым келеді. Талғар оқиғасы арқалықта қайталану ықтималдығы тым жоғары. Бұл бір. Екінші, кешегі оққа ұшқан Берденовтің жағдайы да қайталану мүмкін деп өзім топшылаймын. Егер осындай жағдай жалғаса берсе, дәл сондай жағдай қайталанады. Көптеген азаматтардың намысы тапталып жатқаны белгілі. Сондықтан да сақ болу керек. Жұмысты жақсылап, адал жұмыс атқарса, бәрі дұрыс болар еді. Аман болайық ағайын.